Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай және тез жасалатын, өте жұмсақ және дәмді болып шығатын кекстердің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Жұмыртқа мен қантты, жұмыртқа ағарып, көлемі ұлғайғанша жақсылап миксермен араластырамыз. Айран және сұйық май қосып, бір келкі болғанша миксермен жақсылап араластырамыз. Ұнды елекпен елеп қосамыз. Қопсытқыш қосып, миксермен бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қазақстан шоколадын кішкентай бөліктерге бөліп, қосып, жақсылап араластырамыз. Шоколадты салмаса да болады, немесе басқа салмалар салуға болады. Кекстерді пісіру үшін мен осындай капсулалар қолданатын боламын. Қалаған басқа үлкен формада пісіруге болады. Массамызды тең бөліктерге бөліп, капсулаларға орналастырамыз. Қатты толтырып салмаймыз, себебі кекстер өте жақсы көтеріледі. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште кекстеріміз қызарғанша 20-25 минуттай пісіреміз. Кекстер осылай өте әдемі болып пісті. Бұл рецептпен егер үстіне крем жақса, капкейк те шығады. Кекстерді толықтай суытып ұсынамыз. Кекстер өте жұмсақ, әдемі, тез және оңай жасалады. Жасап көруге әбден кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.